Assalamu alaikum, aziz telesерджілер. Күннің эсаса деселеріне хаберлер информацион тақымы екіншекмеге енді азыр. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойлы малиматлар хаберлер программамызда тақзим етіле. Керіч көпірінде құружылық ішлерінің кетишаты не дәрежеде? Сегодня уже больше 150 трубосвай погружены, работы идут в соответствии с графиком. Ахмезжит районның Булғанақ көйінің район шура күні девамында көйме бұслары амели ярдым көстеріп бірқач мәселелерін музакире еттілер. Температура иногда опускалась ниже санитарных норм. Но я хочу заострить внимание, что наша школа нуждается в модернизации оконных блоков. Умум құрым әзан седасы конкурсы черчевесінде намазға ең дүлбер даветні кім етті ажеба? Не пропускайте джамат намазы, будьте в обществе мусульман, потому что иман свой нужно постоянно обновлять. Эмирасан Муслимов деве құш темірта қабығындан еді ажур Фаберже ішлемелеріні яратты. Нарын мальземелер ұстасы ақында левхамызны қачырмаңыз. Страх был, конечно, очень большой, чтобы оно не рассыпалось в руках. Бұл ведегер хаберлеріні бұзым яйынымызда сейір ете білерсіңіз. Асырлар девамында инсанлар ярымаданы таман еле бағлаған ишанчылы ве хавсыз кечу яратмағақта тұшындылер. Амма Мурекеп Лейханың омырге кечірілігі тек бүгінке күндерде мүмкін олды. 2015 сенесі Керіч боғазының екі ялысы акваториясында миқиязлы құружылық ішлеріне азырлықлар башланды. 2016 сенесі есе көпір тақымлары көпір сваяларыны далдырып башладылар. Мұғбірлерге Керіч көпірінде құружылық ішлерінің кетішатыны ве бұйықтен бұйық Лейханың инжеліклеріні көрмеге имканы берілді. Тәфсилатлар неф беті келефхамызда. Шымдымында тек асфальт қоймақ ве сызықлар сызмақ керек. Қырын көпірінің құружылы енді кележек жолының бірінші қысымның бетонладылар. Сенің сонына жоллар Керіч боғазындан кечкен автомобиль жолының ярымададан зиядесіні екілемеге планыштыралар. Оның ұзынлығы 18 километр тертіп етecek. Көпір құружылық лейхасына шымды вақытта 118 миллиард рублей айрылды. Пара график бойынша айрыла. Бұақта мұберліге Упырдор Тамань мудирі Роман Новиков білдірді. Оның айтқанына көре шымды құружылық 4000 yakın свай енді далдырдылар. Енді көпірінің топрақ территорияларында свай ішлері бүтінлей yükленді ве yakın вақытлары анда автомобиль қысымларында теремелер қойылуы бітecek. Әрбір ішлер график бойынша алып барыла. Из ключевых показателей, которые мы намечали на сегодняшний момент, это окончание забивки свай на всех сухопутных участках автодорожной части моста. Это ожидание в ближайшие дни окончания возведение опор на сухопутных участках автодорожной части моста. Мощности мы свои сконцентрировали именно на сухопутных участках для того, чтобы исключить простои по погодным условиям в зимний период производства работ. И сейчас, в мартовский период, происходит перегруппировка сил. Уже два мостоотряда мы передислоцировали на Керченскую сторону, на 7-й морской участок, для того, чтобы сконцентрировать работы в летний и весенний период именно на работе на морских участках. Бүтінлей құружылар 39 пролетларыны топладылар. Топраққа бінде зияды свайлар қақылды. Оларының эпіслеріні қошсақ 200 километр олажақ. Бұл Краснодарда таманғажы месафе олажақ, анда да құружылық ішлер алып барыла. Керіч ялысында шымды конструктор кеби судоход аркаларыны топлайлар. Олардың yüksеклігі 15 қатлы F кеби. Ағырлығы есе 10 000 тонна олажақ. Сегодня у нас работа развернута на всех участках, в том числе и на всех морских участках. Фарватерный участок, он, конечно, наиболее очень сложный. В целом из 190 трубосвай, которые в основании этих фарватерных опор погружаются, сегодня уже больше 150 трубосвай погружены. Работы идут в соответствии с графиком. Планируем, что в начале апреля мы уже перейдем к бетонированию ростверка 252 фарватерной опоры. Боғаз акваториясында кемер пролетлар мақсус плав алеті еле кетірілджек. Бұл мақсат үшін мақсус деніз операция кечіремесі планыштырыла. Катамаран кеби 4 понтон берлішіджек. Бұйық демезден бұтын девлет иштирак етті. Әлбетеки қырымны ишханесі де. Лейхада олар енді 150 дане. Ярамаданын санайы сымырышы 3 миллиард рублей олды. Керіч боғасында ишлер 14 саат алып барыла. Автомобиль әрекеті 4 шеретте олажақ. Демирөл әрекеті есе 2 шеретте. 41 машинада ве 47 тренлерде бір күн ішінде қатмаға имканлары олажақ. Шымды тамайында Қырымға тек паром еле қатмаға мүмкін. Кечі тесте аванен бағлы. Көпір азыр олса Керіч боғазына 15 дақыда ішінде кечмек мүмкін олажақ. Астана Беблаев, Эдем Исмаилов, Милет телеканалы.
Геже Караимская соқағында 2 қатлы эф янды февкуляды вазиет назерлігінің қадимлері үш инсанны тахлие еттілер. Янгын 2-ші қатта бір одалы квартирада юзберді. Тез вақытта бинаның дамы алевленді. Февкуляды вазиет назерлігінің матбуат қызметі берген малуатқа көре янгын күчлі тұтынны көтерді. Янгын құртарыжы бөліклерінің қадимлері оператив әрекетлері нәтижесінде олар 3 адамны құртардылар ве атеш қомшы квартираларға дар қалуыны тоқтаттылар. 80 квадрат метрні тешкіл еткен мейданлықтаки янгын толысынен йоқ етілді. Ақияр янында Газпортадағы районында yol нақлие қазасы юзберді 2 инсан әлак олды. Ақияр бойынша Русия февкуляды вазиет назерлігінің матбуат қызметі берген мәліметқа көре араба yolдан атылып терекке ұрылды. Бұндан сон яны башлады. 32 яшлы Hyundai арабасының айдавжысы арабаны идаре отып олмағанындан қаршы yolға шықты. Ұрылып нәтижесінде айдавжы ве арабада болынған да бір инсан тамамшу ерде жан берділер. Yol нақлие қаза делиллері бойынша тешкерув кечірілі. Бүгін Ахмесжет районның Бұлғанақ көйінде район шура күні олып кешті. Корошов кетішатында көйме бұслары или амели ярдым көстерілді. Әмді бірқаш мәселелер мұзакер етілді. Ерлі сакинлерінің насыл суаллер мерақландырғаныны бізім левхамыздан білерсіңіз. Зиярет етовның бірінші объекті Бұлғанақ көйінің бірінші санлы мектебі олды. Ең асас мәселе пенжерелеріні деніштірмек кереклігі. Қышта бұл себептен sıcak бошына масраф етіле. И в этом году мы топились постоянно. Бұл сене мектеп әр вақыт қыздырылды, амма қыш пек суы қалды. Мектепке арарет санитар қарардан алчақ еді. Бұл себептен пенжерелеріні деніштірмек керек. Амма мәселелерден ғайры мектепте мұзбет денішмелерде бар. 2 қыздыру котелы ерлештірілді. Тиббиет одасында ве ашханеде капиталь тамир ішлері кечірілді. Талебелер әнді әр күні sıcak аш ашамалары мүмкін. Ашханеде яқшы тамир ішлер яптылар, әнді яқшы ашаймыз, мектепте пек яқшы. Ашханеде ашлар пек гүзел ве пек несетлі. Невбеттеки объектлер медениет евы ветополек бала бақчасы олдылар. Бұл мөйсеселерде тамир ішлер кечірілмек керек. Бала бақчасы 6 тақымдан ибарет. Ама бүгінгі күнде тек 4 тақым чалыша. Капиталь тамир ішлерден сон невбет бұтынле йоқ етілежек. Со стороны администрации. Мемуриет тарафындан бинаның ок тарафы бойынша левха смета весихалар азыр. Ама 2 тақымның весихалары да экспертизаны кечмеді. Мебусларнен топлашып кетешатында прудовой көйінде тешібіс тақымының ребері Абдул Чахалов кой сакинлері еле имзалар топлап ярдым еле мұраджат етті. Сакинлеріні аляда карьерлер ішленув меселесі раатсызлай. Олар кесен-кес қаршылар ве өз балаларының сағлықлары ақта қайғыралар. Люди против карьеров, и вот мы... İnsanlar kariyerге қаршы чықалар. Мебусларға мұраджат етме қарарыны алдық. Карьерлер алса бізге суф олмайжақ. Бұл территорияда скит мезарлары, қырмызы китапқа кірсетілген өсімліклер бар. Бұндан да ғайры көйде чоқ балалар, қорандалар чоқ. Бірінші небеті біз өз баларымыз ақында раатсызланамыз. Ахмеджет район шурасының рейсі Михаил Макеев қайдетті ки Ахмеджет район шурасының президиум топлашывында медениет евы ве бала бақчасының лейха смета весиқаларының инкешафы бақылажақ. Әмде карьер меселесі тәфсилатлы жаугренежек. На сегодняшний день мне неизвестно будет. Бүгінгі күнде мұнда карьер олажақмы, жоқмы белі дегіл. Ама біз бұл меселені тәфсилатлы жаугренеміз ве ерлі сәкенлеріні хабердар етерміз. Хатырлатамыз, Қырым Жумхуриетінің башы Сергей Аксенов енді бір қач сефер білдірген еді. Қырымда сәкенлерге ве табиатқа зарар кетірген карьерлер ешбір вақыт олмажақ. Султания Сидакаева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Бүгін 90 елығыны Учан Сув Қырым татар ойын ансамблінің бедейребері белі ойынжы ве хореограф Али Алимов қайдеті. Ожалық фаалиеті вастасынен бинглер жевалылар мили Қырым татар медениет әлеміне далдылар. Біздің телевизион тақымызды бұл ұлы ойынжы елі көрішті. Ойынжы хореограф Қырым татарының Учан Су ансамблінің темеліні қойған ве бедейребері олған Али Османович Алимов бүгін 90 елығыны қайтеті. О мешақатлы яшайыш кечірді. Бұл инсан башындан женг, ачылық, сүргінлік кечірді. Ама ос эсас арзусыны өмірге кечіріп олды. О ватанға қайты ве өміріні Қырым татар медениетіне бағышлады. Неден илхам аласыз деген суалге қысқа ама терең маналы жауап бере. Илхам деген енді процесс кетеді. О процесске бақып мен ішледім, өзім ішімі япайдым. Боғанына көре, чаресін тапқаныма көре, біздің ойындарын
efsane деген şey var dünyada. Oğa bakıp, demek bayağı kitaplar okup, bir-iki bir şeyler duygusun duyup, oraya tırıp çalışaydım. O birinci demek meni işim. İkinci de oyun degen şey, meni yaşayışım, meni tırtıcılığım. Ne diyeyim sizge? Oyundan daha gayet men başka şey bilmiyorum doğrusu aytkanda. Ömürlük demek oynayıp geldim. Ömürlük bir-iki efsaneler, kitaplar okup, oraya tırıp bir kesik efsaneler yaptırdım. Demek bilgeyime göre çalıştım. Ali Алимовның фаалияты ve ijады себебінден ватанға авдет олынған son бірінші қырым-татар коллективлерінің бірі yaratıldı. Başta кішкене балалар үшін fidanlar ансамбль құрыла. Анда балалар 15 yaşқа же ойнадып, күчке кірділер. Тәжірибе алдылар ve Учан-Су ансамблінің parlaq, tez, әрекетчен ақымлары олдылар. Bu ансамбль қырым-татар мәдениетіне büyük isse қошты. Bizim oyun sanatımızның ғарыдан тікленілуінде ve inkişafında ансамбль muhim rol oynadı. Daimi ребер қошқан issесі ақта Қырымда нам қазанған артист Зера Кенжикаева икeye etті. Bu efsanevi insan Қырым-татар сасының метри canlı efsane. Biz hepimiz onu sevemiz. Rağbetli olmak, yıldız olmak mümkün. Ama halk sevgisini kazanmak herkesге nasip olay. Bu meşhur insan. Onun ayrı bir çizgisi var. Ustasының talebelері айтқанына көре Алияға бүтін өмірі devamında milli sanatқа sevgi aşlap kelmekte. Onun en esas hissesi bu onun ömür boyu öz talebelerine Қырым-татарлардың medeniyetine ve sanatına sevgi aşlağanıdır. Қырым-татар oyun efsanesi Ali Алимов bir kaç oyuncular nesillerini terbiyeledi. Şimdi olar öz istidatını çeşit mütehassis kollektivlerde numayiş eteler. Olar tek Қырымда değil de başka memleketlerde de halkımızını tanıtalar. Millet telekanalı hayırlavlarga koşula ve Aliyaga Alimovga kavi sağlık ve bitmez tükenmez ilham diley. Lila Vidjat, Dmitri Nizavoy, Millet için. Martның 20-сында Ахмезжетті профсоюзлар медениеті сарайында Крымская красавица адлы гүзеллік ve медениет ярышының чоқ бекленілген финалы олajaq. Бүгін ярышқа бағышланған матбуат конференция олып кечті. Оның тәшкилатчысы Devlet Milletler Ara Комитетінің қолтутывы ile Халықлар достық еві ола. İştirakçiler ile bizim muhbirimiz Gulnara Karimova tanıştı. Қырымда güzellik ve milli medeniyet yarışına faal hazırlıklar devam etti. Қырым-татар medeniyetini yarışta 4 kız takdim edecek. 23 iştirakçı arasında saylav turunu geçken Sabriye Karimova, Liliana Mustafaeva, Lena Arakadırova ve Emine Nomanova. İnternet rey beruvde şimdi en kızgın vakit. 18 yaşlı Sabriye Karimova birinci 3 lider arasında. O tıbbi kolejde okuy. Yarışta diğer halkların medeniyeti hakkında malumat almağı ve öz halkının adetlerini gurur ile göstermege istey. Мен ilk sefer yarışta iştirak edeceğim. İlk sefer sanağa çıkacağım. Onun için pek heyecanlanam. Ama bu duygunu yenmeye tırışacağım. Қырым тülberi unvarının aile olmağı istegen daha bir kız 19 yaşlı Liliana Mustafaeva. O Қырым Medeniyet, Turizm ve Sanat Üniversitesi'nde okuy. Kız oyunlar ile uğraşa. O model olmağı arzu etti. Men çeşit türlü yarışlarda sık iştirak ettim ama hem de güzellik hem de medeniyet yarışında birinci kere iştirak ettim. Hepsi kızlar güzel ve istidatlı. Men eminim ki hepimiz gururga layıkmız ve öz halkımızını takdim edeceğimiz. 19 yaşlı Lena Arakadırova birden iki ali okuv yurtta okuy. 10 yıldan ziyade oyunlar ile uğraşa. Hepsi iştirakçiler galibege layık dep saya. Böyle yarışta iştirak etmek pek heyecanlıdır. Onun için biz Қырым-татар kızları çok hazırlanamız. Bizim halkımızını yüksek seviyede takdim etmege isteyimiz. Yarış 2003 seneden beri ötkerilim. Evvel o Қырым güzeli serlivalıydı. Bu sene yarış programmasına milli yemek pişirilivi, ana tilde selamlaşuv, süjet koreografik sanalaştıruv, hem de milli ve toy anterlerde defile. Biz her sene tedbirimizni meraklı yapmağa tırışamız. Biz seyirciler için tek şou değil de tarih cihetten de merasim hazırlanamız. Bu sene iştirakçilerimiz öz halkları arasında belli olgan insanlar akta hikaye edecekler. Meraklı ve güzel tedbir olar dep umut etem. Hatırlatamız, 2015 senesi yarışın galibi Ava Seytumerova olgan edi. Bu sene finalga çıkan 16 kız iştirak edip 10 milletini takdim eteler. Gulnara Karimova, Umar Mustafaev, Millet için.
Ахмезжетте умумқұрым әзан седасы конкурсының сайлав туры екінленді нәтижелер белгіленді муфтият векиллерінің фикірлеріне көре. Құлчық яни Радниковай койының сакины 21 яшлы Амет Джемилев әң яқшы муэдзин олды. Бізім телевизион тақымызды намазға чақырған әң дүлбер даветіні әшітті. Қырымда умумқұрым әзан седасы конкурсы давам етмекте. Сайлав турлар енді Құрман районында Бақчысарай шерінде ве Ахмеджеттің Боғырча ве Борчоқра қасабаларында кечті. Конкурста іштірак етмек үшін 6 яшындан 45 яшқач еркеклер дәвет етілген еді. Боғырча қасабасында әзан оқылуының бірінші басамағында 7 инсан іштірак етті. Амет Джемилевнің ифаделі оқывы жюри азаларыны айретте қалдырды. Тамам о бірінші ерні қазанды. لا إله إلا Амет 21 яшында айтаки ислам дініне оны 8 ел евелсі ағасы алып келді. Севімлі суресі Аль-Фатиха. Аметтің фікіріне көре бойле конкурсларны сықсық кечірмек керек, чүнки олар мұсылманларны бірлештіре, вемилетіміздің медени инкишафына имкан бере. Соревновательный опыт это самый... Ярышларның ярдымынен білгілеріні юкселтмек мүмкін, де хаталарны аңлап ислам динini да яқшы огренмек имканымыз бар. Ватандашларымыз келініс намазларны бірлікте япайық, бұл бұйық саваптыр. Өз ажайып оқывынен Эдем Фазылов да айырылды. О екінші ерге näйіл олды. Из мечети звучит приятный голос Муэдзин. Джамиден Муэдзиннің намазға чағарылығы ешітілсе, тек ислам динini қабул еткен инсанлар дихат айыралар. Оның сесі әрбір инсанны айретті қалдыра. Üçüncü yerinin sahibi ise 14 yaşlı Bekir Abdulganiyev oldu. Bekir Galibe kazanırım deyip umut etmegen edi. Ayta ki auditoriya ogunda çıkışta bulunmak kolay değil. Men konkursta iştirak etmek için çok hazırlandım. Benim hocam Enver Bakiyev oldu. Onun yardımıyla men ezanını yaxşı okudum ve Galibe kazandım. Ахмеджет районының имамы Раим Гафаров айтқанына көре, Музаферні сайламақ қиын олды. Галибе қазанғанын тілафузы, яни махраджы ве мақамы яқшы олмақ керек. Gerçekten pek kuvandırıcı neticeler aldık. Hem anda pek dülber ezanını okuyan balalarımız, ağalarımız çıktı. Bir 20'den ziyade iştirak etti ve biz onların da birincilerini sayladık. Şimdi inşallah finalleri bekleyimiz. O finalge kadar da bu ağalarımızını, bizim kardeşlerimizni daha da seviyesini yükseltmeye tırışacağımız. Asıl maksadımız Kırım'da her daim ezanlar okulsun, her yerde Allahu Teala'nın adı zikredilsin inşallah. İştirakçilerge finalgaca böyle vazife berildi. Bu hutbe dualar ve tesbihatını ezberden öğrenmek. Konkurs Mart ayının 30'ına geçirilecek. İstegenler saylav turlarda iştirak edebilirler. Bu İslam terek Jurchi Ahmedjet rayonlarında, Karasu Bazar, Sağ, Eski Kırım ve Orkapuş yerlerinde olup geçecek. Sonra final olacak. Anda Kırım'ın en güzel muezzini belgelenecek. Galibe kazanganlarını diplomlar, hatıra bakşışlar ve para mükafatlar bekley. Sabriye Halilaeva, Edem İsmailov, Millet için. Qırım Tatar халқы өз истидаттары ile çoqtan belli. Тәсілі бойынша дүлгер құруcu olğan Emir Hasan Muslimov devе quş yumurta qabığının oyması boyunca öz başımça öğrengen usta. Bu pek narın malzeme. Onun üzerinde çalışkan vakit hatta doğru nefes almak gerek. Qırımda bu işini ala derecede tek birkaç kişi yapıp ola. Şimdi onun kolleksiyasında 7 ajur Fabergé işlemeleri var. Onun büyük istidatı için oymadan son onda hiçbir kalıntı kalmay. Yufak yumurta kabuklarından Emir Hasan Muslimov yanı işlerini yarata. Ustanın istidatları hakkında Ayşe Şulakova tarif ede. Emir Hasan Muslimov'ның korantası Kırımға birinciler sırasında avdet olğanlardan biridir. Usta 43 yıldan beri Sağ şehrinde yaşay. Sanatқа sevgisi ta balalıkta peyda oldu. Birinci eserini o 10 yaşında ağaçtan yasadı. O vakıttan beri ağaç onun sevimli malzemesi olup kaldı. Tamam bu al gelecekte zanaat seçiminde sebep oldu. Usta için çeşit bedi ve teknik usullar ve çeşit malzemeler ile çalışmak meraklıdır. Ressamның evinde her şey onun kolları ile yapılgan. Emir Hasan ağa 20 yıldan ziyade intarsiya yani mozaika degen eski oyma usullardan birinin oğraşa. Bu çeşit tekstura ile ağaçtan parça örnekler tasvir ediliyor. Sadece aytsak fanerada yapılgan puzzle. Сначала нужно этот... Birinciden ağaç üstünde resim çizili. Her şey ayrı 2-3 milimetrik parçalarga kesili. Bu teknikada suni boya almağını kullandıra. Boyalar bu tereklerinin çeşitleri. Böyle bu bir eserge bir aydan ziyade vakit kete. Mesela
Фаля аскер кыз адлы ресімні уста чешіт 164 ағач элементінден яратты. Bundan gayrı Emirasan Bey Rutari ile oğraşa. Başka sözlerinin bu landşaft tizilişte küçük ve terek dalları ile kullanıvıdır. Leyhamızın karamanı ayta ki böyle kıbayserini yaratmak kolay. Çünkü biz böyle malzemelerge kun rast kelemiz. Tek hayal etmek kala. Обыкновенный корень дерева, который... Бу терекні тамыры, мен оны таптым. Мында менің фікіріме көре екі қарға тасвир етіле. Базен іштен сон евге келгенде гараж янында мен тешіт тамырлар, пытақлар тапам. Оларны менің танышларым мана кетірелер. Чүнки менің мерағымы білелер. Коллекцияның айры ерінде деве құшның емірта қабуғындан ясалған есерлер ерлеше. Бойма техника башқалардан фарқ еті. Чүнки бұл малземе Қытай фарфоры ile тендер. Оннен çalışmak için бормашна kullanmak, мақсус фрезалар сатын алмақ керек. Бұл авесли күчіз дегіл деп айта уста. Эмирасан Бей емірта қабуғындан япылған бірінші есері ақында тариф етті. О өзен инчisi ve бойынша қыле безетілген. Страх был, конечно, очень большой. О парчаламасын деп пек қорқа едім. Қол қалтырмасының деп кескенде нефесі алмайып çalışmak керек. Чүнки бор машинасын бір дақада 4-5 кері айлана. Тәжірибелі устаның қоларында чешіт малземе жанлана. Оның елlerinde ше яныдан яша башлай. Бұл қабақтан ясалған ақ құш, терек тамырдан савусқан яда ақ қайынден ясалған африкалы қабилееде kullanılған маска. Эмирасан ағаның усталығы вейсидатлы сынырсыздыр. Ойымды беди фото resim ile uğraşa. Bu hayvanlar tabiat ve ballarının ana babalarının meraklı resimleri. Ustanın omur arkadaşı Elmas Muslimova omur arkadaşına bir işte kol tuta. O hepsi teşkili işler ile uğraşa. Onun altın elleri var dey. Любитель, конечно, заниматься еще. Ömür arkadaşım bostanlık ve bakçımallık ile uğraşmağı pek sevi. Hem de terekler saçması ile. Pek istidatlı insandır. Benim ahayım olğanına pek hovanam ve teşekkürler bildirem. Usta deve kuş yumurtası kabuğundan yaratılgan eserleri ile ayrılmağa istemi. Gelecek nesiline kaldırmağa niyet eti. Emirasan ağa öz tecrübesi ile paylaşmağa istey. Lakin bu iş kıyın pahalı olğanı için istegenler az. Böyle eserler Kırım'ın ve Rusya'nın çeşit müzelerinde bulunmakta. Emirasan Muslimov çeşit yarışlarda kazangan fahri yarlıklar ve sertifikatlarının sahibi. Ayşe Şulakova, Ruslan Xaxlov, Millet için. Bugün yaş ressamlar ve studentler Kırım Tatar Medeni Tarihi Sabалық Muzeyinde belli eykelci Ayder Aliyev ile konuştular. Konuşup çerçevesinde ressam öz ustalığının sırlarını açıp icadi yolunun basamakları hakkında tarif etti. Daha keng surette mevzunu Dilara Şevketova devam etti. Kırım Tatar Tarihi Medeni Sabалық Muzeyinde genç ressamlar ve studentler belli eykelci Ayder Aliyev ile konuştular. Цель нашего мероприятия. Tedbir maksadı genç neslimizni ve gelecek ressamlarını Ayder Aliyev'nin icadı ile tanıştırmak. Ustanın eserleri tunç, taş ve ağaçtan yapılgan. Onların esas mevzusu kadınlar. Ayder Bey ayta ki tabiat güzelliginin tek kadınlar güzelliği tartışabile. Tedbir ketiş atında ressam öz icadi yolunun basamakları hakkında tarif etti. И каждый этап он по-своему интересен. Erbir basamak meraklıdır. Sonki basağım poliptik eserim. Anda Kırım yüreği canı ve sanatı tasvirilgen. Sanat yardımı ile seyircilerge öz duygularını göstermek mümkün dep sayar ressam. Tedbir ustanın şahsi sergisi çerçevesinde geçirildi. Anda onun çeşit eserleri takdim etilgen. Монументальные объекты, конечно. Monumental obyektler aksiriyalarda içtimai toz taşıylar. İcadi işler ise eksperimental ve bu araştıruvdur. Mevzuat çeşi çoxusu eserler kadınga, ailege halkımızın ve tanqa Kırımga avdet oluvuna bağışlana. Konuşup iştirakçilerinden biri Ablatif Süleymanov Ayder Bey'nin studenti. O eykellerini ve plastik anatomiyаны öğrenip bu bilgilerini bugün kullanmakta. Men okugan vakit hocamdan çok meraklı bilgiler aldım. Hala da onlarını hatırlayım ve onlarını bana yardım eteler. Bugün ise icadi hayatı hakkında yanlı malumat almağa, onlardan ilham almağa ve öz işlerimde kullanmağa ümit ettim. Ressamların eserleri bir ustanın içki dünyasını tasvir ederek Kırım Tatar medeniyetinin asabalığı sayılalar. Dilara Şevketova, Akim Bekirov, Millet için. Kırımның жима takımı VTF Tekvando boyunca Rusya'nın çempionatına hazırlık görmekte. Halazırda yarımadamızda toplaşular olup geçen. Cumhuriyetini Kamçat vilayetinden kelgen sportçular ziyaret etti. Ve şimdi olar beraberlikte idmanlar geçireler. Hazırlıklar nasıl geçkenini muhbirimiz Sultaniye Mecid bile.
Мартынын 16-19 күнлері Краснодар шәрінде тэквондо ВТФ бойынша Русия чемпионаты ве біріншілігі кечежек. Пхумсе бұ тэквондода уджум ве хурчалайджы техникалар комплексы. Белі бір тертіпте құрылған әлер ве аяқлар комбинациясы. Чемпионатта Русияның эпосы көшелерінден келген спортчылар иштирак етежеклер. Қырымны 16 адамдан ибарет олған жайма тақымы тақдым етежек. И нашу команду тоже представят 16 человек, которые выступят как в командных зачетах, так и в личных. Наши спортсмены всегда были лучшими. Крымские спортсмены, самые лучшие спортсмены. Единственное, что при России очень большая конкуренция, будем говорить так, плюс судейство. Мы еще не полностью вошли в судейскую коллегию Российской Федерации, но мы над этим плотно работаем. А медали у нас будут обязательно. Шымды ярымадада топлавлар кече. Қырымлы Хабаровский Камчат живарының тақымлары зиярет әттілер. Спортчылар күчлеріні топлап авта девамында чемпионатқа ве біріншілікке фаал азырланалар. Камчат живарының Пхумсе бойынша баш идманжысы хайдеттіке топлавлар кереклі еді. Чүнки саат бойынша фарқ бою ве спортчыларға алышмақ керек. Адаптация, потому что часовые пояса у нас 9 часов разница. Самое тяжелое это привыкнуть к часовому поясу. Почему? Потому что на Камчатке уже ночь, здесь только утро. И нам приходится в свое время ночи здесь тренироваться. То есть для организма чуть тяжеловато. Юлия Мишалкина Пхумсе бойынша dünya чемпионы. О Хабаровск живарында кечежек Русия чемпионатында ве біріншілігінде спортчыларны азырлай. Юлия азырлық насыл кешкіні ақта тариф етті. У нас подъем в 8 утра, они у нас идут на зарядку. После зарядки они моются, конечно, идут на завтрак, приходят. Мы едем сюда на тренировку, приехали. Сейчас после тренировки у нас также обед, немного прогулка. После прогулки, наверное, домой, поужинают они немного, и все, у них 10 часов уже отбой у всех детей. У нас нет такого, что они там в 12, в час, во сколько захотели, во столько и легли. Потом им будет тяжело на турнире на самом. На этот турнир, думаю, подготовлены хорошо. Надеюсь, что ребята одержат победу, и мои такие надежды на них оправдаются. Әнді ярын тақымлар Краснодар шәріне yol алачақлар. Идманчылар ғалебе қазанмаға умют етелер. Біз есе біздің спортчыларымызға мувафакиетлер ве мүкафатлар телейміз. Султания Меджид, Энвер Аблазис, Миллеты Чун. Мартның 17-сінде Девлет Миллетлер комитетінің адлиечілері Ахмеджит районының Мамут Султан көшурасының мемориетінде адлиеви консультация кечережеклер. Эпсістіклілер Мамут Султан көйі 40 лет победы соқағында ерлешкен 11 санлы бинаға келіп, мұражат ете білелер. Малымат үшін телефон қошмайеді 978-957-57-57. Шымдылық болған малыматларымыз еді, біздің телевизион тақымларымыз яңы малыматлар үзерінде әнді чалышмақталар. Нефбетеке рус тілінде кечқажа хаберлеріні қачырмаңыз, оны меслектішім Нериман Тарсинова алып баражақ. Мен есе сізге, евлеріңізге дайма тек әйе хаберлер келгеніне тілейім. Сағлық не қалыңыз.